Мергенді жастайынан білеміз, басында бірге оқыдық. Кейін шаруашылықта бірге болдық, бірге жүрдік, бірге тұрдық. Мергенді оның 30-70 жасқа толған мерекесімен құттықтаймын. Және бұл осы кезге дейін, кешегі пенсияға шыққанға дейін қоғамдық мал шаруашылығымен айналысты. Малды бағуда, оны суаруда, түнетуде, шағыстан өткізуде, болмаса қыстақтан өткізуде, төлдету кезінде жасаған жұмыстарының есебі жоқ деп айтсақ артық емес. Бұл кісі мал шаруашылығын да бір бастан жиналуда, мысалы бір қойға шаққанда 2 кило 800-ден 3,5 килоға дейін жиналды. Болмаса төлелуден бір 100 арқа есептегенде 100-ден 125-ге дейін 100 арқа төлелді. Енді әрғалай болады ғой, бірде 100-ге 100 болып қалады, жоспар орындалады, бірде 110, бірде 115, бірде 120 дегендей. Мал басында үнемі аман сақтап 97 мен 100% арасында аман сақтап отырды. Өзінің семьясы менен сәлім жолдасы, мына баласы Оразғұл қоғамдасып, қоғамдық шаруашылықты ілгері бастыруда орасан еңбек еткен көрнекті азамат.